Айсұлтанмен бірінші рет біз съемкада кездестік. Ол көмектесіп жүрді. Біз Бигсон мен Луинаға клип түсіріп жүрдік. Ол маған келіп шай алып келіп жүрді. Қасымда жүргісі келді, үйренгісі келді, көргісі келді, қалай түсіретінімді. Сол кезде мен жұмыстарым қатты ұнайтын Айсұлтанға. Қазірде ұнайды, бірақ енді осы жерде енді кішкентай ғой өзі де. Келіп сұрастырып, 2-3 съемка келді, одан кейін айтты, осылай сізбен кездесуге бола ма, мен курсовой түсірейін деп едім. Сол кезде Нью-Йорк фильм академияда оқып жүретін. Жарайды деп кездестік, сөйлестік, сценарий ұнады, бірақ мен айттым, бір планмен түсірейік деп. Сол кезде одан да қызығырақ, қиынырақ. Және де Америкаға барғаннан кейін өздерің мұғалімдермен көріскен кезде таңғаларлық болады деп. Жарайды деп келістік. Оны қолдадық. Ол мен зарплатам сұрады. Мен айттым, біз тегін түсіремін, мына история ұнады, потому что маған. Қазірде сондай историялар болады, тегін түсіргім келетін өзім. Себебі, Аллаға шүкір жағдай бар. Таңдау жасай алатын.